Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін осындай дәмі өте керемет болып шығатын корндок дайындаймыз. Ұнымызға қопсытқышымызды, қантымызды, тұзымызды, бір жұмыртқамызды және де сүтімізді құйып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Тестамызды осындай стаканымызға құйып аламыз. Сосискаларымызды осылай ортасынан екіге бөлеміз. Сыртын ашып дайындап аламыз. Сырымызды алып, дәл видеодағыдай тураймыз. Осындай таяқшаларымызға бірінші сосискамызды, одан сырымызды салып, барлығын осылай дайындап аламыз. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Дайын болған корндоктарымызды осылай тестамызға салып, және де бүгінді нан ұнтағына батырып, қызып тұрған майда екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Орташа отта қуыратын боламыз. Міне біздің корндоктарымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Нұршат. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін.